Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін қарапайым заттардан жасалатын пирогтың рецептін бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, пістен май, шәй, варенье және жаңғақ керек болады. Алдымен жұмыртқамызға осылай қантымызды салып, екеуін араластырып аламыз. Жақсылап араластыру керек, бір-біріне бірігіп, қантымыз кішкене еру керек. Осы массамызға сұйық майымызды құямыз. Міндетті түрде иіссіз болуы керек. Енді шайымызды құйып, жұмыртқалы массамызбенен жақсылап бір келкетіп араластырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болып, вареньемізді саламыз. Бұл пирогқа кез келген варенье түрі жарайды. Мендегі сливаның вареньесі кез келген варенье түрі жарайды. Сары өрікті де қоссаңыздар болады. Пирогымыздың түсі салған вареньеңізге қарай болады. Яғни менде слива, шиенің вареньелерінен осылай қоңыр түстес болып шығады. Ал сары өріктен қоссаңыздар сарғыш әдемі пирог болып шығатын болады. Келесі бізде ұнның үстінен ұн қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Орташа етіп турап дайындап қойған жаңғағымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Осындай қоюлықта болу керек. Енді мен осындай формамызды пергамент төсеп дайындап қойдым. Кез келген формаға салып пісіре бересіздер. 180 градуста 35 минут аралығында жайлап көтеріліп пісетін болады. Бізде осындай керемет пирог дайын болды. Бетін өз қалауларыңыз бойынша сәндеп, дастарханға ұсынсаңыздар болады.